Қарағанды облысы Балқаш қаласы білім бөлімінің номер 5 жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Иманғалиева Жаңылған Мұратқызы. Жазғы мектеп алаңына қош келдіңіздер. Қымбатты оқушылар, бүгін сіздерменен ғылымға қадам 2021 оқыту курсын бастамақшымыз. Курсымыздың мақсаты оқушылардың танымдық қажеттілігін қанағаттандыру, ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жолдарын меңгерту, ғылыми жобаларға дайындалу жолдарын үйрету. Міндеттері ғылыми жобаны орындау бойынша жалпы ұсыныстарды беру, жоба мазмұнына қойылатын талаптарды үйрету, жобаның құрылымы мен мазмұнын жазуды зерделеу. Оқушыларға әртүрлі ақпарат көздерін, қосымша оқу, анықтамалық әдебиетпен, мәліметтердің электрондық базасымен, каталог, картотекамен жұмыс жасай білу дағдыларын дамыту болып табылады. Курсты табысты меңгерген білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар, күтілетін нәтиже төмендегідей. Оқушылардың терең түсіну қабілеті дамиды. Алған білімдерін сыныптан тыс жерлерде кез келген жағдайда тиімді пайдалана білетін болады. Түйінді идеяларды анықтай біледі. Түрлі дерек көздерден алынған ақпараттарды таңдай және тиісінше өңдей алу, өз бетінше рефлексия жасау қабілеті дамиды. Ғылыми жоба жазуға дағдыланады. Оқушының негізгі білім біліктілігіне, икем дағдысына қойылатын талаптар: ұсынылатын әдебиеттермен жұмыс істей білу, кітаптағы материалдарға сыни қарау дағдысы жетіледі. Тақырыптың өзектілігі, зерттеу жұмысының мақсат міндеттері, зерттеу нысаны, пәні туралы біледі. Ғылыми жобаның мазмұны, құрылымы жайлы түсінік қалыптасады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі, сандық, мәтіндік, визуалдық ақпаратпен, деректермен, оның ішінде гиперсілтемелерді, электрондық кестелерді, графикалық және басқа қосымшаларды пайдаланып жұмыс істеу арқылы мәліметті жүйелей алады. Сабақтың түрлері әртүрлі деңгейде өтеді. Дәрістер, практикалық сабақтар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, саяхат сабақтар, кітапханамен жұмыс, мұрағатпен жұмыстар, тағы да басқа. Жалпы Қазақстан Республикасының білім туралы заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет әр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы және адамның дарындылығын таныту сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі дәрежесіне сәйкес жүргізу бір жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші жағынан қоғамға ерекше дарынды балалардың тек өзінің интеллектуалдық дамуын қамтамасыз етеді. Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру ерекше қиын іс. Алайда әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытқа жетелеу ұстаздардың парызы. Ендеше оқушылар, сіздердің алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қош келдіңіздер.